Қайырлы күн, құрметті көрермендер, сіздермен бірге мен Нұржан Жансұлу. Неге бұл зат менің қолымда тұр десеңіздер, кино саласының актері бүгін бізде қонақта Қазыбек Досыбек. Яғни бізде бағдарламаның аты шәй-шик бағдарламасы. Өйткені шәй барысында біз қазір Қазыбек ағайдың сырларын білетін боламыз. Шәйден алдап. Яғни қазір осы жерден үш яшықтың әрқайсысын таңдап өтесіз. Мен соған байланысты... Шындық айтып қоямын ба? Соған байланысты сізге сұрақтар қоямын. Ендеше таңдаңыз, кеттік. Сарын таңдайшы. Алып көрсемші сарыны. Сарыны ма? Қайтып оламын. Тақырып? Жұмыс дейді. Сізді Әзіс-Қақ театрларынан теледидар арқылы көріп жүрміз. Неге ол саланы ары қарай жалғастырмадыңыз? Неге бұл академияға келіп білім берудесіз? Олар ақша бермейді десең. Жалпы өте орынды сұрақ. Мен негізі бірнеше театрларда жұмыс атқардым. Алайда өмір ағым осыған алып келді деп ойлаймын. Ақ қолым дуада, сені қолдан ұшырдым. Девушка, дайте мне 3 булка хлеба, одну не надо деп айтады дейсің. Ол театрларда да жұмыс жасап көрдік, драма театрларда да жұмыс жасап көрдік. Бірақ өзімнің бір жақсы көретінім, әйтеуір арқаңнан бір жақсы актер, актрисалар дайындау менің ежелден арманым болған. Сол себепті осы академияда біз сияқты оқушыларға сабақ беріп жүрмін. Жақсы. Енді осы академияға қалай келдіңіз? Жалпы осы академияға келген себебім, негізі мен өздеріңе белгілі қазіргі таңда Нұр ТВ Шымкент арнасының басшысы Нұржан Омаралы мырза осы ұсынысты маған айтқан болатын. Осындай мектеп ашқалы жатырмыз, қалай жұмыс істеуге желанием бар ма деген, айлығы бар ма деп, не деп. Сол себепті осындай жасөспірімдерге өнерлеріңді көрсетсеңдер, соларға білгендерін үйретсеңдер деген ұсыныс келгеннен кейін, сол Нұржан Омаралының маған айтқан ұсынысы ұнап, осы жерге келдім. Осы академияда сізге ұнайтын және ұнамайтын әріптесіңіз? Тек шыныңызды айтыңыз. Ұнамайды, Елбек ұнамайды. Ана ағайларым ұнамайды, мысалы үшін. Ұнайды. Нұржан Омаралы да ұнамайды негізі. Бірақ ұнайды. Айлық сол көреді дешін. Ойнайдым. Қалжыңдай маған біреуін ұнатам, біреуін ұнатпаймын деп айтпаймын. Өйткені барлығы да бұл жерде шын мәнінде жаман кісілер жоқ. Жаман кісілер болатын болса, бұндай дәрежедегі жұмыс болмайды. Менің әріптестердің барлығы керемет. Енді мен кішкене әзілге жақын болғаннан кейін көпшілігімен әзілдесіп, қалжыңдасып, бұлай сөйлеп жатамын. Мысалы, сендерге де сөйлеймін деген сияқты. Бірақ бұл жерде жаман адам жоқ. Оқушылардан да, әріптестерінен де барлығы керемет. Супер. Білімді оқушыларыңызға дұрыс беріп жатырмын деп ойлайсыз ба? Ау? Білімді өзіңіздің оқушыларыңызға дұрыс беріп жатырмын деп ойлайсыз ба? Оны білмеймін, бірақ енді бар білгенімді өзім нені білем, соның барлығын оқушыларға кәдімгідей үйретіп жатырмын деп ойлаймын. Қолымнан келгенше әйтеуір солар жақсы болсын, солар биік деңгейге жетсін деген оймен бар білгенімді үйретіп жатырмын деп ойлаймын. Бармайын сияқты. Бәрі ырза болып отыр менің оқушыларым. Той басқаратыныңызды білеміз. Сіз өзіңізді яғни өзіңізді номер қаншасыншы тамада санайсыз? Соңынан санағанда бірінші. Өйткені мен бұлай біреумен жарысамайды екенмін. Мен жақсы жүргіземін, мен мықтымын. Ол жалпы өнер адамы, жалпы актер болсын, жалпы өнер жолындағы адам. Мен болды осы бір жетістікке жеттім. Мен осындаймын, өзіне баға беріп қоятын болса, оның дәл сол жерде өнерінің біткенін деп білемін. Өнер адамы қашанда ізденісте болу керек, қашанда өнерге тоймау керек. Олай болса, келесі яшықтар таңдасаңыз.
Жеке өмір дейді. Ең бірінші өзіңізді 3 сөзбен таныстырып өтсеңіз. Мен ба? Иә. Қалай 3 сөзбен? Қысқа. Мен өзім ба? 3 сөзбен таныстырып өтсем. Қазыбек, Досыбек, Намазбайұлы. Ол да шақсыз. Жасыңыз нешеде? Жасым біразға кетті мен. Жасым 27-де. Бойыңыз, салмағыңыз қанша? Бойым 1,79. Салмағым біразға кетті. Айта алмаймын. Үйленгенсіз ба? Үйленгенсіз ба? Жоқ, үйленбегем. Бойдақпын. Үйленбей неге әлі жүрсіз? Соны көпшілік қояды маған ше. Ол негізі анандай ғой, кейбіреулерге мысалға ол өмір болғаннан кейін біреудің бағы ерте келеді, біреудікі кеш келеді. Алла бұйыртқан уақыттан ешкім асып кете алмайды. Мүмкін маған жолығатын жан жүрген шығар бір жерде. Сол қашан маған жолығады, сол кезде бәрі жақсы болатын шығар. Алғаш қай жасыңыздан бастап қызбен жүре бастадыңыз? Шынды айтайын ба? Шынды айтсам, мен ешкіммен жүрмегем. Мен сеніп отқан жоқпын, потому что 27 жасқа келіп қызбен жүру мүмкін. Конечно, ешкім сенбейді. Бірақ жоқ, араласқан, дос болған, бірақ бір серьезный отношение болмаған. Өйткені мен өте талапшылмын, жүрек қалауым бөлек, сезімім ерек, сол себепті маған шыны керек, өзім көңіліме жақпаса, мен ол адамнан көп сөйлесуіне тек дос болып қана қаламын. Сол себепті қатты бір серьезный отношение болмаған. Сенбегендер сенбейді, өмір менікі. Жігіттерден өліп таяқ жеген кезіңіз болды ма? Болды. Өліп таяқ жеген кезім болған. Оқуға ең алғаш түскен кезімде қалаға мен жатақханада тұрғам. Ең бірінші жатақханаға көшіп келген күні бізде андай жиналып балдардың арасында сондай болады екен. Мен ондайды білмеймін. Балдармен ерегісем деп бір бала келіп салқын төбешімнен ұрған ғой. Сонымен онымен ерегісем деп бір қарасам кепкінің астында қалып бетін көріп қанша 20 шақты болғанның астында таяқ жеп ақырында бір күн до конца солармен ерегісіп жатақханада нормально жүріп кеттім одан кейін. Аяқ жұдырықтары есімде, түрлері есімде. Естен кетпейтін оқиға болыпты. Күшті болған. Келесі сұрақ мүмкіндік. Еттерім ауырып қалған, сүйегім ауырып қалған. Мүмкіндік болса өзіңізден не өзгертер едіңіз? Мүмкіндік болса ма, өзімден көп нәрсені өзгертетін. Мінезімді өзгертетін. Мүмкіндік болса. Тағы не? Өмірімде болған нәрселердің көбісін өзгертетін қарсы емес. Жасаған дүниелерін. Жарайды. Жеке өмір осымен аяқталды. Осымен жеке өмір аяқталды. Енді соңғы ұяшықты таңдасаңыз, алсаңыз. Вкусный чай. Он так утоляет жажду, я чувствую себя человеком. Инстаграм дейді. Инстаграм жайлы. Өзіңіздің негізі жалпы Инстаграмға деген ойыңыз қандай? Инстаграм енді қазіргі таңда Инстаграм әлеуметтік желісі барлығының табыс көзі деп айтуға да болады. Көпшілік адамдардың мысалға блогерлер бар, басқа да басқа жалпы табыс көзіне айналған бір дүниенің бірі. Бірақ мен өзім Инстаграмға жалпы қатты қызығушылығым жоқ. Мен қатты қызықпаймын, негізі қызыққым келеді. Мен еріншек. Ерінен бірдеңелер салуға, жүргенімді, жегенімді салуға ерінен негізі соған ерінбеу керек екен, ол жерде бір түсінгенім. Бірақ сол арқылы табысқа кенеліп жатқандар да бар. Ал өз басыма мен қатты қызықпаймын. Мен тек басқа өзіммен өзім
фильм түсіргенген, басқа да бір сондай жұмыстар істеген жақсы көремін. Сіздің Инстаграм жүргізгеніңізді де көрдім. Қашаннан бастап жүргізе бастадыңыз? Қашан? Мен ең алғашқы Инстаграмды 2015-те аштым өзім. 2015-те аштым. 2014-2015-те Инстаграмды аштым, содан жүргізіп, басында жақсы болған, подписчиктер жиналып. Ең бірінші эфирлерім кетіп отқан кезде. Сонымен бір 80 мың подписчик жинаған кезде, бір 70-80 мыңдай жинаған кезде, оңбаған түріктер взломать етіп менің сайтымды алып қойды. Өте қайғылы жағдай болды сол кезде. Менің жүрегіме ауыр тиген сәттер. Бар досымнан айырылып. 70-80 мың подписчик бар дедіңіз, ал қазіргі таңда қанша оқырманыңыз бар? Қазіргі таңда 30 мыңдай оқырман бар. Ал Инстаграмда қанша сағат отырасыз? Инстаграмға бір аса қатты көңіл бөлмеймін мен. Аса бір қатты уақытта бөлмеймін. Мен кей кезде бір дүниелерді салғым келген кезде салып қоя саламын. Бір арнайы уақыт бөліп, мына уақытта мынаны саламын, мына уақытта бүйтем деген ондай қатты жұмыс жасамаймын Инстаграмда. Тек керек кезінде қойшы сала қояйыншы деген дүниелерді салып қоямын. Арасында келген хаттарға жауап бере қоямын, қолым босағанда. Ол бір аса қатты Инстаграмға көңіл бөлмеймін. Гифке қатысқансыз ба? Негізі өзіңіз гифке деген ойыңыз қандай? Гифке негіз қатысқам 500 оқырманға. 500 оқырман келді, 500 оқырман кетті. Менің гифке көз қарасын дұрыс емес. Өйткені менің ол жерде қатысып түсінгенім, жаңа 500 оқырман деп отырмын ғой, 500 оқырман келіп, 500 оқырман кетті деген. Жалпы айтқанда, олар сенің бір өнеріңді бағалап, сен үшін жазылмайды да. Ол жердегі адамдардың барлығының ойы сен ақша, ол саған қызықпайды. Келді, конкурс бітті, сенен кетті. Ол сенің бір өнеріңді де көрмейді, сені бір табысқа да жетелемейді. Әйтеуір, мен неше түрлі, қазір енді менде 30 мың деймін ғой, бірақ мендегі жиналатын жаңағы просмотр дейміз да, қазір охват жайында тексеретін болсақ, мен гифке қатысып 150 мың, 200 мың жинағандар, мысалға былай қарасаң, сол менікіндей статистика көрсетеді. Сол себепті оның керек жоқ, неге халықты алдап, құрбысқа, олар болмас дүние жасап. Шынайы оқырмандарың болғанға не жетсін? Екеу болса да, үшеу болса да, шынайы оқырман, ол шынайы оқырман, шынайы көрермен, шынайы көрермен. Сіз өзіңіздің Инстаграмыңызбен немесе фейк аккаунттармен қыздарды қарайсыз ба? Шыныңызды айтыңыз. Жоқ, мен фейк аккаунтмен емес, өзім аккаунтымен қараймын. Өз аккаунтымен қараймын. Я, несі бар, жасыратын, интересіне көріп отқан кезде әдемі шығып қалса қарай салам. Негізі бывшыларыңыз деп сұрағым келді, бірақ сіз қызбен жүрмегенсің. Я, бывшым жоқ. Ол дұрыс емес деп ойлаймын. Сырттай бір ұнатып, Инстаграмда қарап жүрген қыз жоқ па? Аса бір ондай жоқ. Бірақ бар ғой енді жігіт болғаннан кейін қызға қарайсың ғой, әдемі екен деп қараймын, несін жасырасың ғой. Келесі қызықты сұрақта, жаман группалар бар ма Инстаңызда? Жаман группа? Жоқ, жаман группалар жоқ. Жаман группа жоқ шығар, білмеймін. Менде анау подписка деген мен жазылған адамдардың арасында алғашында мен түсінбегем. Маған андай көп келген кезде бәрін басында ойлайтындығым ғой, қабылдай беру керек екен. Сөйтіп 2000-нан асып кеткен, кімді қабылдағанын білмеймін, келген подписчиктердің бәрін. И содан жолдастарым айтып, оны қабылдама, қуасың ба, көбейіп бара жатыр деген кейін. 2000 бір нәрседен асқан екен, тоқтатып тастадым ғой. Соны қайттан керек емес оқырмандарды өшіруге ерінем ғой жаңағы емшектігін ұстап. Біздің бағдарламамызға келіп сұхбат бергеніңізге көп рахмет. Бүгінгі сұхбат ұнады деген ойдамын. Әрине. Өмірде сізге сәттілік тілеймін, көп жетістіктерге жете беріңіз. Тамаша, рахмет. Бүгінгі біздің бағдарламамыз соңына таяды. Егер бағдарламамыз ұнаған болса, каналға тіркеліп, лайк басып кетіңіздер. Мен сіздермен қоштаспаймын. Келесі кездескенше.